үлкен бір жаңалығы бар. Дулат Бабатайұлының қазақ поэзиясына енгізген үлкен бір жаңалығы, осыған дейінгі болмаған образ ол жетім бала образы. Осыған дейін айтылған бір жерде бір жетім баланың образы айтыла ма? Жоқ. Естімей қалдым кейін. Дулат Бабатайұлының енгізген үлкен бір жаңалығы деп жатырмын. Ол жетім бала образы. Жетім баланың өсіп жетіліп, қоғамның толыққанды мүшесіне айналу процесін Дулат Бабатайұлы жазған қазақта тұңғыш ақындардың бірі. Жарай ма? Басқа кезде енді оған дейін де жетім болған шығар, басқа болған шығар, бірақ бір жағынан қазақ жетім қылмаған ғой ешкімді, асырап алған, өз баласы қылған деген секілді. Сол үшін болмаған шығар, бір жағынан болған күннің өзінде олар арнайы бір тақырып ретінде талданбаған. Ал Дулат Бабатайұлы соған алғаш қалам тербейді. Ақтанға деген өлеңінде жетім бала ақтанның көз түрткі өмірі ақынның аяушылық сезімін қозғап жүрегін тебірентеді. Дулатты әсіресе баланың болашағы қатты толғандырады. О, ақтан жас. Бір жолда бір сөзді қайталау, немесе жалпы бір сөздің өлеңде жиі қайталануы қалай деп аталады? Бір сөздің өлең жолында қайталануы қалай деп аталады? Бір неде ма? Иә, бір жолда. Ол жай қайталау деп аталады. Түсінікті. Жай қайталау. Өлең соңында болса эпифора, өлең басында болса анафора деп айттық қой. Ал бір жолда болса ол жай қайталау. Және бір жолда емес, жалпы бір өлеңнің ішінде бір жерде басында, бір жерде соңында болып, мейлі бір сөз қайталанып тұрса, ол жай қайталау деп аталады. Сен ер жетер ме екенсің, жетімдіктің белінен асып өтер ме екенсің. Тағы да не бар екен? Сұрақ болса, демек, қандай көркемдік тәсіл бар? Риторика. Өте жақсы. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің, қажыма ақтан, қажыма жетерсің, әлі жетерсің деп оған мотивация береді. Деп ақтанның қатарға қосылатынына, жетістікке жететініне сенім. Ақтан деген адамның бір баланың аты, иә? Ақтан жас қой, кішкентай бала ғой енді. Ақтан деген адамның аты. Ақтан деген бір жас баланың аты. О, ақтан жас деп айту себебі сол. Өлеңнің аты ақтанға. Кейде о ақтан жас деп айтады, кейде ақтан жас деп айтады, айырмашылығы жоқ. Бәрі бір өлең. Жарай ма? Бұл кездегі өлеңдердің өкінішке орай сондай бір проблемасы бар. Әртүрлі атала береді. Неге? Себебі халық ауыз әдебиеті ғой ол. О ақтан жас деп келуі мүмкін вариантта, жай ғана ақтан жас деп келуі мүмкін, немесе мынау кітапта бергенде ақтанға деп келуі мүмкін. На самом деле алып келетін болсақ, үшеуі бір өлең. Жақсы ма? Тек әртүрлі атала. Дулат поэзиясының алтын өзегіне отарлық езгіге қарсы күрес. Әрине, себебі барлығының негізгі тақырыбы сол зар заман. Ал енді, бірінші, екінші, үшінші сұрақ. Дулат Бабатайұлға қатысты бұрыс берілген ақпараттан әдебиеттің дұрыс қой. Иә, дұрыс. Отаршылықты оның зардаптарын ашына білмелейді. Еште шешене өнеге алған. Ағай. Ол кімнен өнеге алып еді? Ол кім? Кімнен өнеге алып еді? Сүйенбай мен Бұқардан. Бұқар мен кімнен? Кімнен айтқырсың? Бұқардан алады бірінші несін, сосын үлгі алады Бұқар мен. Бұқар жырау және Ақтанберді. Жоқ, Сүйінбай емес, Ақтанберді және Бұқар. Сүйінбай ол менің бірім Сүйінбай дейтін, ол Жамбыл ғой. Біз оған әлі жетпедік қой. 1802-1804 емес, 1874 бұл жерде қате кеткен. Шығыс Қазақстанда туғандығы рас, демек үшіншісі бізде қате. Есеттен емес, Бұқардан және Ақтанбердіден үлгі алады, иә? Жақсы, екінші талдық, 2-3. Дулат қай өлеңде өзінің автоминеземесін жасайтынын анықтаңыз. Автоминез айтқызбасында айтқыздың. Өте жақсы, есте сақтау қабілеттің жақсы екен. 3 деген. Дулат қай әдебиеттің өкілі екенін анықтаңыз. Зарзаман әдебиеті. Өте жақсы. Әрі қарай. Арнау өлеңдер. Енді бізде Дулат Бабатайұлынан бастап, енді оған дейін де болды әрине, бірақ Зарзаман әдебиетіндегі арнау өлеңдер осы Дулат Бабатайұлынан бастап. 3 өлеңі бар. Бараққа, Кеңесбайға, үшіншісі Ешенге. Барақ деген адамның аты. Сол елде Барақ деген төре болады.
халықты патша ұлықтарымен қосыла тонап, жәбір көрсететін шаршы топтың алдында бетіне басады дейді. Бұл қалай? Енді патша ұлықтары деген сөз, енді орыстар деп алайықшы шартты түрде. Өз ұлтына жаны ашып, солардан қорғаудың орнына солармен қосылып тонаған барақ төрені сынайды елдің алдында. Сол өлеңі бараққа деп аталады. Жарай ма? Кеңес байға. Аран ашылған парақорлығын. Төре екеуі де әкім. Төре деген қазіргіше айтқанда әкім деген сөз. Аран ашылған парақорлығын, терісті оң деп жорайтын аярлығын әшкерелейді дейді. Жақсы ма? Үшіншісі ишенге. Ишенге дейді, немесе ешенге дейді. Бұл қазақана ишан деп айтады ғой. Ишан деп. Әсіресе Ақтауда көп айту керек. Ишан. Сол ишан, ешен, ишен үшеуі бір сөз. Бұл қажы молда деген мағынаға келеді. Сол қажы молдаларды сынайды дейді. Жарай ма? Түсіндік қой. Шатаспаймыз ғой. Әрі. Елін сатқан атқамінерлер бейнесінің тұңғыш галереясын жасаған деп бірінші айтатынымыз Дулат Бабатаев. Себебі оған дейін елін сатқан атқамінер бізде бола қоймаған. Бәлкім қателескен шығар, бірақ елін сатпаған олар. Жарай ма? Ал қане. Көп нүктенің орнына жауап болатын Дулат Бабатайұлының өлеңдерін көрсететін Дулат ақын-туындылары, ел басшыларын сынаған өлеңдер, отарлық тақырыбындағы өлеңдер, аягөз қайда барасың? Жаңағы үш арнауы ғой, елін сынаған өлеңдер деген. Қайсылар еді? Бараққа, ишенге және кімге? Кеңесбай ма? Күленбай? Кеңесбайға өте жақсы. Жоқ, Күленбайға емес. Екі. Бадана көз соғысы, сауыт кермей кетсін, білгені тұтатып, оғаттап, жол қашар мекетсін деген Дулат ақынның өлең жолдары кімге арналған анықтаңыз. Бадана көз соғысы, сауыт кермей кетсін, білгені тұтатып, Бұны бұлай табасыз. Осыған дейін, уақыттан жас, сен де жетер мекенсің, осылай етер мекенсің деп аяқтады ғой. Мынау соның как будто бір жалғасы секілді, осылай етер мекенсің. Демек, бұл қай өлеңнен деп түсіну керек? Уақыттан жас, ақтан жас немесе ақтанға. Ақтан деген балаға арналған, Үшті жасай бай. Ишен деген кім еді? Молда. Демек, жауабымыз? Қожа молдарды сынайды. Өте жақсы, жарайсың, өте жақсы. Енді туған жер тақсыр етті. Ақын отаршылдар елді ата қонысынан шетке ысырған тұста шығарған өлеңдерінде туған жердің тағдыры үшін қан жылаған ақын жүрегінің күйініші үлкен суреткерлік қуатпен тебіреніспен бейнеленді. Ау? Естіліп жатыр ғой досым? Қарайсыз. Тауды екіге жарасың. Бұл бірінші атауы. Екінші атауы аягөз. Үшінші атауы аягөз қайда барасың. Бұл үшеуі бір өлең. Жарай ма? Тауды екіге жарасың, таштың қаша барасың, кесіп өтіп кезіңді аягөз қайда барасың дейді. Сол ғана. Аягөзге арналғандығы үшін аягөз деп аталады. Тауды екіге жарасың деп басталатындығы үшін тауды екіге жарасың деп аталады. Аягөз қайда барасың деп аяқталатындығы үшін аягөз қайда барасың деп аталады. Үшеуі бірақ бір өлең. Анау ақтан жас секілді. Жарай ма? О сарырқа. Сарырқа деген ол былай. Махамбеттің өлеңінде нарын деген сөз тек қана бір туған жер емес, жалпы отан ұғымында деген сөзді айтып едік қой біз. Сарырқа дегенде солай. Қазақтың сарырқа даласы деп, қазақтың үлкен даласын айтқан жалпы сол кезде. Түсініңіздер ма? Менің ғана туған өлкем деген сөз емес ол. Сарырқа деген кәдімгі бүкіл қазақ жерін айтқан. Отан деген мағынада. О сарырқа, Ақжайлау мен Сандықтас деген жырларында аягөзде аягөз сипаттайды, сарырқада сарырқаны сипаттайды, Ақжайлау мен Сандықтас деген елді мекендердің аты. Демек, осы жырларында сол өңірдің көркем келбетін кестелі тілмен суреттей отырып, осынау құт мекен, ата қоныс дегенді кім иеленіп жатыр деген сұрақ қояды дейді. Отарлау саясатының қалай жүргенін білесіз ғой, шамамен, Болды. Енді о сарырқаға келдік. Бір сөздің жолда қайталануы қалай деп аталады дедік жаңағыны? Жай қайталану. Өте жақсы. Сіздің қабылдауыңыз өте мықты. Қасиетті ата қоныс сарырқаның артықша сипаттарын айшықса,
айшықты суреттермен төгілте жүреді. О сарыға, сарыға, самалың салқан, салқын жон еді. Масаты кілем жайғандай, қоныстың шұрай жер едің дейді. Жайғандай деген жерде қандай көркемдік тәсілі бар? Не істеп тұр? Теңеу. Өте жақсы, бұл теңеу. Жарайсыз. Ақжайлау мен Сандықта өлеңде туып өскен өңірін атамның қонған қонысы деп тебірене жырлайды. Жерге қатысты айтыла бермейтін қызғаныш сөзін қолданып былай дейді. Атам қонған кең далам, мендей сені қызғанар бауырыңда өскен қай балаң дейді. Кімнің жыраулар поэзиясын өткен кезде сабақта болдыңыз ба, Роза? Жоқ, болған жоқпын. Соңғысы. Жақсы, жарайды. Сонда мендей сені қызғанар бауырыңда өскен қай балаң дейді. Мен сонда сені қызғанамын, Ақжайлау Сандықтас деп айтып тұр ғой туған жеріне. Таудекеге жарасың. Қалқып жатқан жүйріктей деген тағы да теңеу бар. Себебі енді ол өзен ғой. Жүйрік тез жүгіргендігі секілді өзенде тез ағады деген сөз ғой бұл жерде. Жарай ма? Теңеп тұрсың. Аягөз өзені оның шүйгінде жемісті өңірін маржандай таза шұрайлы тілмен бедерлеген құлпырған суреттермен ақындарын елітіп кетеді де, оқырмандарын егілтіп кетеді де, кенет сөз арнасын кіріп тұрып, айтуға ауыз келе ме, Аягөз кімнің жері еді деп, риторикалық сұрақпен Аягөздің бүгінгі күніне оралтады. Осы өлеңде кездесетін сауыр сөзі шөбі мол шұрайлы жер деген сөз мағынаны білдіреді. Айтуға ауыз келе ме? Аягөз кімнің жері еді? Жел сауырын жайлауды ел сауыры дер еді. Жер кімдікі дегенде Аға Сұлтан қазылар не деп жауап береді? Мысал өлеңдері. Шымшық пен бөдене бір... Мысал деген ол былай. Мысал деген орысша айтқанда притча деген сөз бар ғой. Шамамен соған келеді. Мысал өлеңдерде негізгі оқиға жан-жануарлармен орындалады. Сол қасқыр мен бөдене, ат пен есек. Мысалы ат пен есекте мұндай жағдай бар ғой. Кімде келеді ғой? Ахмет Байтұрсынов 40 мысалында өтеміз. Бір қожайын ат пен есегін жетектеп келе жатады, өз жайы келе жатады, бірақ есекке барлық жүкті артып қойған, ат болса жеңіл келе жатады, жайдақ келе жатады. Сөйтіп есек айтады, есектер сөйлесіп жатыр. Есек пен ат сөйлесіп жатыр. Өмірде ол болмайды ғой. Ол не деген сөз? Ол есек пен ат сөйлесіп жатқан жоқ. Сол есек бір адамның, ат бір адамның орнын басып тұр, соның рөлін ойнап тұр. Түсініп тұрсыз ба? Солай айтуды біз аллегория деп айтамыз. Сөйтіп есек айтады, менің жүгімнің жартысын алшы. Ат айтады, саған жүктеді ғой, саған тиеді ғой, сен өзің көтер дейді. Сөйтіп келе жатқан кезде анау ақыры шыдай алмай зорғып есек қайтыс болады да, сөйтіп қожайын бүкіл есекке артқан затты атқа, тағы да есекті далаға лақтырып кетпес үшін есектің өзінде атқа мінгестіріп қояды. Түсіндіңіз ба? Сол кезде кезінде көмектескенімде ғой, бұлай қиналмас едім деген бір өкініш болады атта. Түсіндіңіз ғой? Мысал дегеніміз осы. Оны қалай табуға болады? Олардың 90%-ында негізгі кейіпкерлер жаңағы жан-жануарлар болған үшін солай деп аталады. Шымшық пен бөдене, қара қарға, сары шымшық деп. Түсіндіңіз ба? Бірақ үнемі емес. Мысалы бір патшаның бір кезде деген мысал бар. Жан-жануардың аты жоқ. Енді мына төртеуін қалай жаттап қалуға болады? Бір патшаның бір кезде сары шымшығы, қара қарғасы бар екен деп жаттап қалсақ, біз 4 мысалды да жатқа білер едік. Түсіндіңіз ба? Бір патшаның бір кезде сары шымшығы, сары шымшық міне. Көрдіңіз ба? Сары шымшығы және қара қарғасы бар. Жаттасақ, есімізден шықпайды деп ойлаймын. Жақсы ма? Бұл үлгі ғана, мысал ғана, әркім өзіне қарай жаттап алса. Жеріңнің алды шұрайының, дуан салып жайданып, татыңды айтсаң майырға, сібірге кеттің айдалып. Дулат ақынның қай өлеңіне айтады? Қай өлеңдерін өттік өзі? Ақтан жасқа ұқсай ма? Жоқ. Жоқ. Еспенбет дегенді өттік па? Жоқ. Толағай дегенді өткен жоқ. Жоқ. Аягөз, Ақжайлау мен Сандықтас қайсы деп ойлайсың? Аягөз ба?
Жеріңнің алдысы жайлы дуан салып, атыңды айтсаң майырға, Сібірге кеттің айдалып. Бұл аябас болу керек. Иә, аябас. Датыңды айтсаң майырға, Сібірге кеттің айдалып. Сол кездің өзінде болған ғой сондай оппозицияны ұнатпау деген дүние. Көрдіңіз ба? Бір ренішіңді айтсаң, айдап жібереді дейді Сібірге. Ал келесін жасай ғой. Бірінші сұрақ көрінбей ал. Сұрақ көрінбей. Берілген жолдардағы Дулат Бабатайұлының туындылары жеке топқа құрау үшін нөмірленген жерлерге қандай өлеңдер жазылу керектігін анықтаңыз. Аякөз қайда барасың? Шымшық пен бөдене. Сары шымшық. Ақжайлы емес сандықтас. Екіге деген не болады? Бір мысалдың аты болу керек болып тұр ғой енді. Е? Иә. Себебі мына жақта мынау мысал. Тауды екке жарасын ешкімге емес, ақтанға басында айтқызың емес, ол сарыға, қара қарға д варианты. Сосын ана біріншісі ол қарға және о сарыға. Демек жауабымыз өте жақсы. Түсіндіңіз. Екі қалай болады? Дулат Бабатайұлының мысалдарын көрсетіңіз. Бір сөйлеммен айтып беріңізші маған. Бір патшаның бір кезде сары сары шымшығы мен қара қарғасы болған. Өте жақсы. Керемет. Енді вариант ретінде? Бір патшаның бір кезде және қара қарға жем тілеп дейді анжелағай. Өте жақсы. Ол солай деп атыла береді, айтып тұрмын ғой. Қызығы сол, бұл халық ауыз әдебиеті. Қара қар деген сөзді көрдіңіз бе? Демек ол сол деген сөз. Қара қарға жем тілеп деп басталады деген сөз ғой, мысалы. Ол жерде атауында кейбір жерде жем тілеп тастап тек қана қара қарға деп береді. Енді Дулат Бабатайұлының поэмасы бар. Поэма дегеннің не екенін білесіз ғой? Өлеңмен жазылған ұзақ шығарма. Иә. Еспенбет деген дастан. Бұл да сол. Бұл да жетім бала. Жарай ма? Поэмада Ер Қосай, Қабанбай, Ақтанберді секілді өмірде болған батырлар сипатталады. Жарай ма? Ақтанбер жырау, жекті жырау болудан бұрын оның батыр екендігіне біз ұмытпауымыз керек. Енді Ер Қосай, Қабанбайды білесіз. Сонда қалмақтарға қарсы шайқас сипатталады. Қалмақтарға қарсы. Қалмақ, жоңғар екеуі біз үшін бір ғой. Поэмада басты кейіпкері Еспенбет деген жігіт болады. Оның әке-шешесі бірдей қайтыс болады да, сөйтіп бұл Ер Қосай атты батырдың, ол тарихта болған адам, қолында өседі. Ер Қосай оның нағашысы болады. Жарай ма? 14 жасқа келген кезде нағашы атасынан еліне қайтуға рұқсат береді. Нағашысында өспейді ғой жігіт. Мен өстім, жетілдім, енді еліме қайтайын амандық болса дейді. Сол кезде Еспенбет нағашысы Ер Қосайдан, Ер Қосай енді байлық береді, енші береді ғой, қазақта білесіз ғой. Ал дейді, сен мен баламдайсың ғой, еншігіңді ал. Сол кезде ол ұсынғайлық байлықтан бас тартып, жалғыз ғана Ақбөрте деген атты тайды қалап алады. Рұқсат болса мен осы тайды ғана алайын. Сөйтіп еліне келген Еспенбет Қабанбай бастаған батырларға қосылып, қалмақтарға қарсы соғысады. Жарай ма? Міне осыны жеткізуге арналған. Бұл поэмада ұлттық психология бірінші. Қандай ұлттық психология? Себебі жігіт өз елінде өсу керек деген ұлттық психология, енші беру керек деген ұлттық психология, салт сана, енді екеуі бір ғой. Салт, кетер кезде енші беру, тәрбие өнеге, нағашысы жақын болады ғой, жігіттің жақсысы нағашыдан деп бекер айтпайды ғой. Міне соның тәрбие өнеге үдерістері мол көрінеді дейді. Еспенбет дастанының кейіпкеріне жатпайтын қатарды көрсетіңіз. Бірде қайсы? Қарасай ғой. Қарасай деп айтпадық, біз Ер Қосай деп айттық, Аха, енді көрсете ғой бірді. Төменде Еспенбет дастанында кездесетін кейіпкерлер мен оларға қатысты сипаттаманы берілген. Әр қатарда қай кейіпкерге қатысты сипаттама берілген анықтап, сөз жұмбаққа кейіпкердің атын жазыңыз. Кейіпкер сөз жұмбақ солдан оңға қарай жазасыз дейді. Бір қалмаққа қарсы аттанбақ болған батыр. Қалмаққа қарсы тарихта болған адам батыр Еспенбеттің тұлғалары. Бұлай ғой ол, қараңыз. Қалмаққа қарсы аттанбақ болған батыр. Осы үшеуінің қайсысы? Бізде айтылған. Қабанбай. Жақсы. Тарихта болғандардан батыр қайсысы осы үшеуінің?
не ғой, Ерқосай. Ерқосай. Еспенбеттің тұлпары? Ақбөрте. Ақбөрте. Еспенбеттің нағашы атасының есімі қай қатарда жазылады? Бірінші, екінші, үшінші. Қайсында? Нағашы атасынікі екіде. Екіде жазылады. Демек жауап А болады. Кеттік. 2. Еспенбет дастанында Еспенбетке сай келетін ақпаратты көрсетіңіз дейді. Жақсы. Жырда адал, ұстамды, күшепейлі, жомарт жанды, қанағатшыл болып көрінеді. Қабанбай бастаған жорға қатыспайды дейді, қатысады ол. Қате, барлық олжасын 5 арыс сыбаның ортасына салады дейді. Жоқ. Неге? Осындай болады. Енді ол жомарт болса, Қабанбай мен қалмақтармен барып соғысып келсе, ол барлығын өзі алып алмайды ғой, елмен бөліседі ғой. Ары қарай. Нағашысы ұсынған дүние байлықтың бәрін алады. Жоқ. Ақбөрте атты тұлпарын досына сыйлайды. Айтылған жауап. Қалмақ батырымен жекпе-жекке шығады дейді. Қалмақ батырымен жекпе-жекке шығады. Бұл да болатын оқиға. Жарай ма? Бізде енді Еспенбет пайымысын толық бермеген, ең негізгілерін бергенде, ал одан бөлек керекті болған дүниелерді олар сұраққа енгізіп берген жай ғана. Жарай ма? Ерқосай қайтыс болғанда 17 жаста болды деп айтпады. Қақтанбердінің тәрбиесінде болмайды, Ерқосайдың тәрбиесінде болады. Сол үшін жауап осы үшеуі. Жақсы ма? Енді Сүйінбай Аронұлы. Сүйінбай Аронұлы бұл айтыс өнерінің алтын діңгегі деп айтады Мұхтар Әуезов. Сүйінбай Аронұлы қазіргі Алматы облысында Жамбыл деген аудан бар. Алматыға өте жақын, сонда Қарақыстақ деген ауыл бар. Сол жерде өмірге келген. Бұл жер жалпы Қырғызстанға жақын. Бірінші кезекте ассоциация солай болсыншы. Қырғыздарға жақын. Сол үшін Сүйінбаймен қатаған айтысқан. Себебі ол кезде қазақтың даласы, қазақ-қырғыз деп дәл бір граница қатты бір бөліне қоймаған кез шығар, бәлкім екеуі де отарлауға ұшыраған, және бір тау ғой енді, алатау бөліп тұрады ғой. Мына жағы қырғыздардікі, мына жағы қазақтардікі дегендей. Сөйтіп олар бір-бірімен жиі жолығатын, бір-бірімен айтысатын болған, асқа шақыратын болған бір-біріне. Анау Туканың әзілдерінде айтады ғой, қырғыз қазақ қосылып ұлан асыр той берді дейді ғой. Сол әңгіме бекер емес. Түсіндіңіз бе? Оған енді келеміз. 1815-1898. Толықтай 19 ғасырда өмір сүрген адам. Бұлақ деген жерде дүние келеді, арғатасы күсеп, әрі ақын, әрі қобызшы болса, нағашысы Қабан, Жетісудағы ақындық жыраулық өнердің өкілі болады. Өзінің атасы да, нағашы жағы да демек ақындық жыраулыққа жақын адам болады да, сөйтіп қанымен тарып, ол оны 13-15 жасынан бастап ақындық жолын қуаты Сүйінбай. Өлеңдер. Бөрілі менің байрақ, елдік пен ерліктің гимн іспеттес туындысы дейді. Қараңызшы, қалай гимн деуге болмайды. Бөрілі байрақ астында бөгеліп көрген жанымен, енді мен бөрілі байрағымның астында, бөрілі байрақ деген мағынасы түсініп тұрсыз ба? Байрақта қасқырдың суреті бар деген сөз, иә? Алаштың астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді ешкімге алаштың қорлығына бермейміз деген Сұлтанмахмұттың сөзі, шамамен идеясы одан бір ғасыр бұрын Сүйінбайда айтылып кеткен. Бөрілі байрақ астында бөгеліп көрген жанымен деген сол. Бөрідей жортып жеткенде бөлініп қалған жанымен дейді. Емен деген сөздің қайталануы қалай деп аталады сөз соңында? Шал сұқас. Жоқ, ұйқасын емес. Мен бір сөздің, қараңыз. Бір жол, бірінші жол, екінші жол, үшінші жол, төртінші жол негізінде, иә? Және бір сөз соңында қайталанып тұр. Сол қалай деп аталады мен? Мысалы, мұнар күн жоқ. Жай қайталау жалпы бір сөзін қайталау. Не ғой? Дұрыс. Эпифора. Иә, эпифора. Эпифора. Ал сөз басында болса, ол анафора болады. Ал Б-ның қайталануы ше? Аллитерация. Ол аллитерация. Жарайсыз, жақсы екен ғой қазақ тіліміз. Ту алып жауға шапсаң сен. Өлеңде атақты батырлар сұраншы мен саурыққа ақын өзі ат сабылтып келіп, Сарыкемердегі елді қоқандықтар шауып кеткенде бұл жатыстарың не жатыс деп батырлардың намысына тиесілейді. Өлеңде Қоқан ханы Құдиярдың елге жасаған зұлымдығын айта келіп, қазақтың даңқты батыры Қарасайды үлгі етеді. Бұл бұлай. Ту алып жауға шапсаң сен. Елде екі батыр болады, сұраншы және саурық деген.
Сарыкемер деген жерді қоқандықтар, Қоқанның ханы Құдияр жаулап жатса да, ол екеуі біз бақпай жата береді. Сөйтіп осылай болып жатыр ғой, батыр атақтарын қане? Анау Қарасай естеріңде ма? Қарасай деген батыр өткен. Содан ұят емес па аруағынан? Барыңдар, елді қорғаңдар деп сұранышымен Саурықтың намысына тиеді деп айтады. Жарай ма? Жақсы және жаман адамның қасиеттері. Адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттер жайлы айтылады. Өлеңнің атында көрсетіп тұр ғой өзі. Иә. Арна өлеңдер. Арна өлеңдерді алғаш елін сатқандарды жырлаған, алғаш елін сатқандардың галереясын жасаған Дулат деп айттық қой. Соны әрі қарай жалғастырған Сүйінбай. Датқалар. Датқа деген мағынасы чиновник бар ғой қазіргі, шенеулік. Соны ерте кездегі датқа деп айтқан. Өлеңде батыры Қарасайдай, ханы Абылайдай болған заманды көркем тілмен кестіреді. Жалпы Қарасайды бізде мадақтаған десе, бірден Сүйінбайды айтуымыз керек. Себебі туалы жауға шапсаң сенде сұранышымен Саурыққа екеуін үлгі етеді. Датқаларда да сол Қарасайды мадақтайды. Ханы Абылайдай болған заманды көркем тілмен суреттейді. Яғни сол кезде аңсайды деген. Үмбетәліге. Үмбетәлі деген бұл көршілес жатқан қырғыз елінің зұлым билеушісі болады Үмбетәлі деген. Ол соған арналған өлең. Үмбетәлі қырғыздың ханы сол кездегі. Оның әкесі, Үмбетәлінің әкесі Орман да сондай зұлым хан болған екен. Сөйтіп мына Орман деген хан өте қатыгез адам болады да, сөйтіп озбырлығы үшін оны Бұғы деген руы өз хандары болса да өлтіріп тастайды. Үмбетәлі әкесінің өлімі үшін Бұғылардың ауылын түгел шауып зар илетеді. Ойлаңызшы, ауылды түгел шабады. Ол кездегі ауыл деген ол қазіргідей емес, ол кездегі ауыл деген кәдімгі бір ру. Барлығы бірге өмір сүреді. Сонша халық. Сонда осыны билеушінің қан кезерлеген әкесіне берген астың үстінде, енді ойлаңызшы. Сіз хансыз, сіз әкеңізге ас беріп жатсыз. Соған қонақ ретінде, басқа ретінде, ақын ретінде Сүйінбайды шақырасыз. Ол келеді де сіздің беріп жатқан асыңыз үстінде бүкіл халықтың көзінше сіздің бетіңізді тіліп айтып салады. Есіңде ма осылай істегеніңде? Қандай бұл батырлық, қандай мықтылық. Қазақ қырғыздың ұлы жиынында Сүйінбай тартынбай бетіне басады дейді. Үмбетәліге деген осыдан қалған. Датқалар және Үмбетәліге. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр. Жүрер жолдан тал түсте адасыбай. Жақсы адам қай жерден ажырайды, жамандар өтірікші өсегі көп деп жақсы жаман деп айтып тұрса, демек не жай жазып тұр? Адам қасиеті ғой, жақсы. Адамгершілік асыл қасиеттер, иә? Өте жақсы. Көрдіңіз ғой, бір қатты қиын нәрсе жоқ негізі бізде. Біз сәл өзіміз кішкене күрделендіріп аламыз кейде. Кәне, сұрақты оқи ғой. Төменде арнаулы қатысы бар адамдар мен олардың кім екені туралы ақпарат берілген. Сүйінбай өлеңін арнаған қырғыз елінің зұлым билеушісі. Бұл не? Кімге арнайды еді? Айт! Екі бар. Қырғыздың билеушісі. Кімге арнайды? Қырғыздың билеушісі. Кімге арнайды? Үмбетәлі. Үмбетәлі. Жақсы. Сүйінбай үлгеткен қалмақ шапқыншылығы кезіндегі батыр кім еді? Жаңағы Қарасай ма? Қарасай батыр, иә? Өте жақсы. Би және Джи болу керек. Сүйінбай айтыс өнерінің алтын діңгегі деген? Мұхтар? Әуезов. Мұхтар Әуезов. Айтыстар. Ол айтыскер ақын болады. Өте атақты айтыскер ақын болады. Сол үшін айтысының алтын діңгегі деп Мұхтар Әуезов оны бекер айтпайды. Тезек төремен айтты. Тезек төре деген әкім болған. Бір жағынан әкім, бір жағынан ақын болған. Сол Сүйінбай елінің басшысы болған. Сөйтіп, бірақ оның бір сосындай бір дұрыс емес бір жері болады. Ол ұрыстайтын, жағымсыз мінезі болады. Ұрыстайтын деген сөз енді қазіргіше айтқанда, білмеймін ғой енді қалай деп айтсақ екен. Мафиясы болған шығар бәлкім, қазіргіше айтқанда. Түсіндіңіз ба? Өзінің бір мафиясы, өзінің бір лас істерін сол арқылы, сол ұрыс арқылы жасатып отыратын болған. Жарай ма? Сүйінбайға билеуші менің сұрқылтайым бол дегенді ишарамен білдіреді. Сүйінбайға билеуші менің сұрқылтайым бол дегенді. Есіңізде мұны Махамбет сатып алғысы келеді ғой Жәңгір хан? Иә. Дәл сол идея осы Сүйінбай мен Тезектің арасында болады. Тезек төре, әкім. Сүйінбайға менің сұрқылтайым бол, яғни менің сөзімді сөйлейтін адам бол.
бірақ ишарамен білдіреді. Одан бөлек ақын алдына союға келген қойды да өлеңге қосады дейді. Тілі зәрлі ақыннан ат мінгізіп құтылуға асығады. Ең соңында үстіне іліп алар ештеңем жоқ, жаңадан киім кешек берейін дейді. Бірақ Сүйінбай осылардың барлығынан бас тартады. Не дейді? Хан тезек дейді. Байлығыңа бас ұрмаймын. Мен бірақ көргенімді жасырмаймын дейді. Сен мен сатып алғың келіп тұр, паралап, қой беріп, киім беріп, жылқы беріп, бірақ мен көргенімді айтпай қалмаймын. Шын жертім ұстап кетсе айнымалы, басымнан ұшқан құсты асырмаймын дейді. Бұл Тезек төремен айтысы. Қатағанмен айтысы. Қатағанмен айтысы бұл үлкен айтыс. Кәдімгі үлкен айтыс. Ойлаңызшы, екі елдің атынан сөйлеп тұр ғой бір әрқайсысы. Бұл манағы Үмбетәлінің әкесі орманның астында болады. Мана Үмбетәлі деген өлең шықты ғой, орманның астында. Үмбетәліге баласына айтатын еді ғой. Сол айтыста, сол орманның астында Қатағанмен айтсам. Алдына сөз бастаған Қатаған Сүйінбайға Құдайым деп қолыңа өзің келіп түстің, енді менің қасымда сен ақын деп кім айтады деп Қатаған тиіседі. Ақыр аяғында өз-өзінен қағынып, көптігімен байлығын айтам деп құрылу тұрған қақпанда басып барындап қалады. Яғни мен көппін, мен осындаймын дейді. Ал сол кездегі қырғыздың жері қандай, қазақтың жері қандай. Қырғыздан қанша батыр шыққан, қазақтан қанша батыр шыққан. Сүйінбай соны күтіп отырады. Ал соны айтты ма деген кезде анау Алтай мен Атыраудың арасында барлық жердің байлығын, әдемілігін сипаттап, сұлу тілмен осы айтыста жеңіп кетеді дейді. Жарай ма? Сүйінбай осы айтыста қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды. Жаңағы ғой, қақпанға түсті деген сөз. Тас тұяқты тұлпармын, қырқалап таудан асатын, бүтін дүние жүзінде шөгіп жатқан мұнармын, ажалың жеткен қарғасың бүркітпенін ойнаған дейді, найзамен шаншып ет жеген, қарсы келген дұшпанын қоралы қойдан айдаған секілді бейнелі сөздер мен әсірелеулерді қолданған деп айтады. Тақсыр-ау, бұл бергенің сарат педі. Кім ат бергісі келетін? Кәрат педі. Ана кім ғой жаңағы? Кім еді? Ай, қазір айтам. Варианттар тұр ғой, варианттар. Айтысып тұр ғой біреумен. Иә, Қатаған. Қатаған оған ат беретін беді? Не істеді Қатаған ат беріп оған? Жоқ, Қатаған екеуі айтысады ғой. Қазір айтам аға. Жаңа алдағына оқыдық қоқырсы. Вариантты тұр ғой, варианттар тұр мені. Қатаған, Мұрат, Құлманбет, жылқышы, Тезек қайсысы? Құлманбет. Құлманбет? Айтысқан жоқ, Құлманбетпен Жамбыл айтысты. Ұмытып қалдым. Мен сізді мақтап атсам, Тезек қой, Тезек төремен айтыспайтын бе? Тезек төре сатып алғысы келеді ғой, менің құттайым бол деп ат бермей ме? Иә, сол атын ұмытып қалдым. Жақсы. Кеттік. Сүйінбай Қатағанмен айтысқанда қолданған бейнелерді көрсетіңіз. Ажалы жеткен қарғасың бүркітпенен ойнаған осы. Қырғыздан шыққан жүйрікпін. Деп Сүйінбай айтпайтын шығар енді. Жақсы. Мен бір шарға ұстаған қара балта едім дейді. Жоқ. Бұл Махамбеттің сөзі. Жақсы, бұл да болмайды. Қызып тұрған темірге өзі келіп қаралды осы. Осы. Хан Тезек қарамысың, төремісің? Бұл кіммен айтысында айтылады? Бұл Тезекпен айтысында. Шамырқан Самсынар болатпын деген тағы да Махамбет. Тас тұяқты тұлпармен қырқалып таудан асатын. Тас тұяқты тұлпармын дейді. Тас тұяқты тұлпармын қырқалап таудан асатын. Осылай деп те айтады. Хан Тезек деген ол Тезекке байланысты. Жақсы. Сызбада берген ақындардың нешеуімен айтысады? Тезекпен айтысады, Қатағанмен. Демек? Екеу. Өте жақсы. Жарайсыз. Енді Шортанбай Қанайұлы, келесі авторға келіп біз жар заман ақындарын толық бітіріп үлгермейміз, себебі бір тақырыпта 6-7 адамды бір берген. Жақсы ма? Келесі апта жалғастырамыз. Біздің шамамен 5 минуттай, 4 минуттай уақытымыз ғана қалыпты ғой. Шортанбай Қанайұлы. Жалпы зар заман деген ұғымды енгізген осы кісі. Сондай өлеңі бар. Содан Мұхтар Әуезов атауға айналдырды деп айтты. Оның өмір сүрген жылдарын жаттау өте оңай. Мен сізден сұрақ қойайын. Сүйінбай қай жылдар өмір сүрді? Сүйінбай Арылымұлы 1800. Иә.
15-98. Жақсы. Болды, есіңізде қалмады білем. Шортанбайдың өмір сүрген жылдарын жаттау оңай. Бұл жерден зеркальное отражение секілді 18-81. Жарай ма? Шортанбай зар заман ақындарының көп сарыны Қожа Ахмет Яссауидің Диуани хикметіне ұқсайды дейді Мұхтар Әуезов. Дәл осы жолға байланысты бірнеше сұрақтар құрастыру болады. Бірінші сұрақ. Осылай деп айтқан кім? Мұхтар Әуезов. Екінші сұрақ. Ол кіммен салыстырады? Қожа Ахмет Яссауимен. Үшінші. Қожа Ахмет Яссауидің қай шығармасымен салыстырады? Диуани хикметпен. Немесе Диуани хикметпен кімді салыстырады? Шортанбайды. Шортанбай деп келтіре беруге болады. Түсінесіз бе? Бір жылдың өзіне қанша сұрақ құрастыруға болады? Міне, сол үшін бір алған кезде, оқып жатқан кезде үнемі бұл қалай сұрақ болып келуі мүмкін деген фильтрмен өткізуіміз керек үнемі. Жарай ма? Иә. Шортанбай Қанайұлы Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан ауданы, Қаратау, Қарназ деген жерде дүниеге келеді. Оңтүстік Қазақстан, Қаратау. Шортанбайдың отбасы 35-ші жылдары оның 17 жасында Сарыарқа жеріне қоныс аударады. Сарыарқа деген қазіргіше айтқанда шамамен орталық Қазақстан. Жарай ма? Орталық Қазақстан. Шортанбай зар заман, тар заман, опасыз жалған. Осынша азды ел неден, байды құдай атқаны. Барлығында бір пессимизм бар ма? Негатив бар ма бір? Бар. Байқасаңыз. Осылай бір есте сақтауға болады шығар. Заманның азғандығының белгілерін танытатын өмірдің әрқилы қайшылықтары көрініс табады. Өлеңдердің азған заманның қай жақтан келгендігін байқауға болады. Ол былай. Ақшаны сауда капитализмнің қазақтың байлығын соруға келген елшісі дейді. Неге? Себебі былай ғой. Бізде енді ақша өндірмедік қой, бізде ақша болмады. Бірақ бізде мал болды. Бірақ біз өзімізде ақша болмағандығы үшін, сондай бір технологияның болмағандығы үшін біз бір самаурынды ол кезде енді ауылға келіп, қазіргі супермаркет жоқ, қалаға не болады? Қалада ол кездерде не болады? Жәрмеңке болады, ярмарка немесе базарлар. Сол жаққа саудагерлерге біз атын алып келеді. Сол кезде бір самауарды, бір шәйнекті біз бір қойға, бір сиырға алатын болғанбыз. Түсінесіз ба? Қандай болды? Елестетіңіз, қазіргішемен салыстырып көріңіз, қандай? Қазақ үшін салыстырмалы түрде құнсыз болған шығар, ол көп болған шығар, бірақ дегенмен мүлдем әділетсіз ғой. Соны айтамын. Сауда капитализмнің қазақтың байлығын соруға келген елшісі, сауда саттыққа ғана негізделген қарым-қатынас адамдар арасындағы барлық түрін ығыстырып, олар тек ақша тілінде сөйлетеді дейді. Яғни адамдар арасында қарым-қатынас кетті деген сөз. Ақын сырттан ақша қуып келген саудагерлер ғана емес, сауда жолын түсініп, құныққан байлардың да құлқынның өзгергенін байқады. Сонда бірінші ақша келгенін ұнатпады. Екінші адамдар арасындағы байланыс. Үшінші құныққан байлар деген сөз. Осылай деп сұрақ келеді қазір алдыңызда. Олар ақша жоқ елден тауарларын айырбас үшін күзде қозы мен бұзау жинап, қызыл қозы, қызыл бұзау атанған күздігінгі науқан елді сору арқылы байы түсті. Яғни кредит қой қазірше айтқанда, рассрочка. Сен қазір алып аласың дейді. Сосын мен көктемде туған бұзауыңды күзде алам дейді. Күзге дейін оған дейін семіреді ғой ол. Түсіндіңіз бе? Процентпен сонда. Просто қалып тұрған жоқ, тағы да өсіріп береді. Шортанбай істеп тұрмын да?